Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен асқабақты ерекше пісіру тәсілімен бөлісетін боламын. Видеоны толық қарап, арнама жазылып, қоңырауша белгісін баса отырыңыздар. Менің видеом шыққан уақытта алғашқылардың қатарынан болып көретін боласыздар. Бізге керекті заттар: ет, асқабақ, картоп және жуа керек болады. Енді етімізді 4 бұрышты етіп, қуыруға дайын етіп, турап аламыз. Асқабақтың пайдасына келер болсақ, бұл көптеген дәрумендерге бай және де 1001 ауруға ем. Көруі нашарлаған және қаназдық, артық салмақтан арылғысы келетіндерге бұл таптырмайтын ем. Артық салмақты мазалап жүрген қыз келіншектер асқабақты күнделікті тұтынсаңыздар болады және шлактан тазартып, зат алмасуды тұрақтандырады. Еттерімізді турап алдық. Енді табамыздың астын жағып, табамызға кішкене сұйық май құйып, етімізді қуырып алатын боламыз. Етімізге тұз салып, қақпағын жауып, 5 минуттай қуыратын боламыз. Осы уақыт аралығында біз жуамызды турап аламыз. Жуамызды да турап, етіміздің үстіне салатын боламыз. Картопымызды да турап алдық. Енді картопты етіміздің үстінен саламыз. Араластырып, 5 минуттай қуырып аламыз. Толық пісу қажет емес. Асқабақтың ішіне салған уақытта толықтай пісіп шығатын болады. Асқабағымыздың сыртын қарайып кетпеу үшін сұйық маймен майлап алатын боламыз. Ішінде сыртында сұйық маймен майлаймыз. Мен өз отбасыма жасадым. Сіздер көлемін үлкен етіп жасасаңыздар да болады. Яғни үлкен асқабақтан және ішіндегі салмасында көп етіп жасасаңыздар болады. Және де салмасына сәбіз, болгар бұрышы, чеснок және көптеген өздеріңіз ас көктерді қоссаңыздар болады. Мен тек қана ет пен картоптан жасадым. Көріп тұрғандарыңыздай барлық жерін майлап алдық. Енді бұның ішіне осы салмамызды, картоп пен етімізді салатын боламыз. Және тұзын, бұрышын өздеріңіз
өз қалауларыңыз бойынша қосасыздар. Жаңа айтып өткенімде көп қуырудың қажеті жоқ. Бір ғана қуырып алса, 5 минуттай қуырып алсаңыздар, қалғанын асқабақтың ішіне салып, сол асқабақтың ішінде толықтай пісіп шығатын болады. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады және отбасыларыңызға ұнайды.